жәннатқа кіру үшін адам көп әрекет істеу керек. Біздің кез келгеніміз осы жердегі отырған ағайындар. Әр істеген нәрсемізден сұраламыз Аллахтың алдына барғанда. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзі бар: сіздердің әрбіріңіз тәрбиешісіздер, тәрбиеші өзінің тәрбиелеген нәрсесінен сұралады деген. Имам өзінің жамағатынан, ер адам өзінің отбасынан, әйел бала-шағасынан сұралады деген. Есепсіз нәрсе жоқ, бәрі уақытша есеппен берілгеннен кейін біздер міндетті түрде осы Аллах Тағаланың берген алтын уақытын тиімді пайдалана білуіміз керек. Бос өткізбеуге тырысуымыз керек. Ал ол үшін қалай өмір сүрем деген сұрақ туындайтын болса, онда сізге Аллахтың кәламын оқуға тура келеді. Осындай қасиетті Рамадан айында біздер Аллахтың кәламы Құранды көбірек оқып, білмесек оқып үйренуіміз керек. Өйткені ол мұсылман үшін, бүкіл мұсылман әлем үшін түсірілген бағдарлама. Бұны егер мұсылман мумин оқымайтын болса, Құранды кім оқиды? Біздің мінез құлығымыз содан табыла білу керек.